күн достар, сіздермен бірге Динара Сапаралы, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз глобальный ОРВИ жайында айтамыз. Қазақша ЖРВИ, жедел респираторлы вирусты инфекция жайында айтамыз. Қазір отопительный сезон басталды, яғни вирустық аурулар көбейді деген сөз. ОРВИ дегеніміз жалпы ЖРВИ, жоғарғы тыныс алу жолдарының вирустық аурулармен, вирустармен қабыну ауруы болып саналады. Оның аты айтып тұрғанда, ОРВИ, острая вирусная респираторная инфекция, яғни вирусты қоздырғышы 90% жағдайда 90% қоздырғышы вирус болып табылады қыздар. 90% жағдайда вирус қоздырады. Оның негізгі себебі вирус болғандықтан бұған антибактериалды дәрі заттар қолданбаймыз. Түсінікті ғой? Енді вирус жалпы неге балалар жиі ауырады деген сұраққа келетін болсақ, біз балаларымыз өмірге келген кезде стерильный болып келеді, тап-таза болып келеді. Ал бізде, уже үлкен адамдарда, біз уже бүкіл біздің ағзамызда 6 миллиардқа дейін микроағзалар өмір сүреді. Бізден балаға берілетін микроағзалар біз сыртқа барып келіп, алып келіп тасымалдаушы болып балаға жұқтыруымыз мүмкін. Келесі, бала өсу барысында, бала бақшаға барған кезде, немесе басқа үйге қыдырып барған кезде, басқа баладағы микрофлорамен танысу барысында бала осындай ОРВИ-мен жиі ауырады қыздар. Келесі, үшінші себебі ол, яғни отопительный сезон кезінде, вирустар қай кезде көбейеді? Жылы жерде өте қатты көбеюге бейім. Отопление қосылады, біздің үйіміз құрғай бастайды, ылғалдылық төмендей бастайды. Осы кезде балаларымыз уже вирусты аурулармен ауруы жиілейді. Ал вирус ыстық жерде көбейгендіктен осындай вирустық аурулармен жиі ауыра бастайды. ОРВИ-дің 4 негізгі белгісі бар. Бүкіл адамды кесетін симптом деп атаймыз. Оның медицина. Ең бірінші симптом ол температураның жоғарылауы. Екінші белгісі мұрын ағу. Келесі, үшінші белгісі жөтелу. Төртінші белгісі тамақ қызаруы. Осы 4 белгі ЖРВИ-дің негізгі симптомдары болып табылады. Сіздер ойлайсыздар, осы симптомдарды емдеу керек деп ойлайсыздар. На самом деле бұлардың барлығын туындатқан себепті емдеу керек. Ал оны туындатқан себеп вирус. Ал біз барамызда вирусқа антибактериалды ем қолданамыз. Олардың бәрі баланың иммунитетін түсіріп жібереді. Соның нәтижесінен балада супер инфекция, яғни бактериалды инфекцияға ауысып асқынып кетуі мүмкін. Балаңыз инфекция жұқтырды, бірінші температурасы көтерілді, температураның өзі бір симптом, яғни баланың ағзасы сырттан түскен микроағзаға, яғни вирусқа қарсы күресіп жатыр деген сөз. Яғни температурасы көтерілді, температурасы көтеріле салып, сразу 37 болып дәрі бермейміз қыздар. 38-ге дейін біз күтеміз. 38 градустан дейін бізде ол вирусты инфекцияны білдіреді. Вирусный инфекция деген сөз. Ал 38-де 5-тен жоғары температура ол уже бактериальный деген сөз. Түсінікті ме? Оған дейін температураны түсірмейміз. 38-ге дейін температураны түсірмейміз. Ал егер балаңыз температура 38 болып жатса, онда ибуфен ғана беруге. Ибуфен немесе парацетамол. 1 килограмм салмағына 10 миллиграммнан тағайындаймыз. Келесі, мұрыннан су ағу. Мұрыннан су ағу бұл тоже ауру емес, бұл жай ғана белгі. Мұрыннан су ағуды біз кәдімгі қарапайым аптекада натрий хлорид деп аталатын тұзды ерітінді болады. Соны арзан бағада сатып аласыздар, шприцке набирать етіп, мұрынның ішін тұзды сумен жуасыздар. Сол кезде мұрында жинақталып тұрған микроағзалары сыртқа түсе бастайды. Сыртқа түскен микроағзаның өмір сүру қабілеттілігі жойылып кетеді. Келесі белгі ол жөтел. Жөтел дегеніміз ол ауру емес. Барлықтарыңыз балам жөтел жатыр, жөтелді емдегім келеді деп жиі сұрақ қойып жатасыздар. Жөтелді емдемейміз. Жөтел туындатқан себепті жоямыз. Жөтел бұл ағзаның іштегі бактерияны, вирусты сыртқа шығаруға бағытталған қызметі. Жөтелген кезде қышты мына жерде қозып тұрған ағзалар жылжиды да балаға кішкене жеңілдік сезімін туындатады. Сонда біз жөтелді қалай емдейміз деген кезде балаға жиі су береміз. Ең негізгі ОРВИ-дің ең негізгі фундаменті емде обильное теплое питье, яғни жылы суды көп беру. Жылы су біздің
мынау тыныс алу жолдарымызда жинақталып тұрған микроағзаларды, яғни вирустарды, бактерияларды қайта ішкен сайын төмен түседі, ал олар мынау жоғары тыныс жолдарында өмір сүруге қабілетті де, төменгі тыныс жолдарында өмір сүруге қабілетсіз. Сондықтан олар жойылып, кіші дәретпен, үлкен дәретпен сыртқа шығып отырады. Түсінікті ғой? Обильное теплое питье міндетті түрде береміз. Келесі тамақ қызару. Тамақ қызарған кезде оны лиголямен сүртпейміз, қатты баспаймыз. Себебі ол жер итакта үлбіреп, зақымдалып тұрған қызару процесі болып жатқан жерді лиголямен шырышты қабатын жырған кезде сіз ол жерді наоборот зақымдайсыз, шырышты қабатын бүтіндігін бұзасыз. Зақымдалған миндалиналардан бактерияның ішке ену қабілеті жоғарылайды да, керісінше біздің бактериямыз, вирустарымыз қанға өтіп, біз бұл жағдайда керісінше балаға зиян келтіріп аламыз. Сондықтан біз тек қана арнайы раствормен шаямыз. Ол растворға келетін болсақ, ол үшін бізге 200 мл жылы су, жарты чайный ложка сода, жарты чайный ложка тұз, және де 3 капля йод тамызамыз да, жақсылап араластырып, шприцке набирать етіп, баланы еңкейтіп қойып, тамағын шаятын боламыз. Қыздар, үй жағдайында сіздердің жасайтындарыңыз тек қана осы. Балапандар ауырмасын,